Мынаны қара, масқара балық дейтін кәш. Мынаны қараңыздар. Әп-әдемі, а? Керемет кәдімгі. Цвет вообще бөлек, сап-сары кәдімгі. Әп-әдемі. Керемет. Ассалаумалейкум. Қайырлы күн. Атырау халқы, Атырау тұрғындары, Атырау әуесқой балықшылары. Біз бүгін Атырау бекіре өсіру зауытына келіп тұрық. Бүгін жалпы естуімше 2 миллиондай шабақ жібереді. Бұны жіберіп жатқан жаңағы үкімет. Мынау жоғалып кеткен балықтың қорымдарын қайта көбейту мақсатында бекіре тұқымдас балықтарын жіберетін болады, шабақтарын жіберетін болады. Енді осы бүткіл барлық процестің бәрін қазір мен видеоға түсіріп, сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Келдік, мынау тоғандар. Осы тоғанның ішінде жаңағы бекіре тұқымдас балықтар бар. Осының ішінде бүгін жоқ дегенде 2 миллион жіберетін боламыз. 2 миллион. Тоғандардан мынадаймен тартылып, бүткіл мына ішіндегі жаңағы бекіре тұқымдас балықтардың бәрі шығарып, қазір саналып, есептеліп, жайыққа жіберетін боламыз. Мына тоған жалпы бар ғой, 2 гектар 85 метр. Бұл енді үлкен аумақ. Осының ішінде көптеген жаңағы бекіре тұқымдас шабақтар осының ішінде өсіп жатыр. Осетр балықтары ғой. Солар міне қазір алынды. Ананың ішінде бәленбай штуга бар. Жақындатып көрсетемін. Сосын барғанда анаған салынады, есептеледі, қанша грамм, қанша штуга екен. Жалпы негізгі 3 граммнан жоғары жіберу керек екен, бірақ балықтың салмақтары өте жақсы көрсеткіш. 10 грамм, 9, 8 грамм. Бұл дейтін жайыққа жалпы приживаемость өте жақсы болады, керемет. Бұлттан сүзіп алынған балықтардың бәрі қазір шелекке салынады. Сосын бәрі есептелетін болады қазір. Міне. Кішкентай кездерінде бұны жейді. Мынау қандай тұқымдас? Орыс бекіресі. Орыс бекіресі да тұғын да? Мында қанша? 9 грамм, 400 дейді. Осетр балы, русский осетр. Керемет. Ал бисмилlah дейсің. Тоғыз, 8, 7 сондай. Жалпы негізгі норманы сіздерде қанша 3 грамм жіберу керек та ма? Бірақ 3 граммнан нормально асып тұр ғой бәрі де. Жақсы көрсеткіш. Приживаемость та жақсы болады, тем более. Қанша 14 дей ме? 13 дей ме? Жақсы. Керемет. Жалпы 2 миллиондай да бүгін жіберілетін шабақтар. Қазір подсчетті айтылады, 2 миллион. Қанша грамм болып тұр мұнда? 6-ға 4. Мұнда 6-да 4. Пілмай. Қанша? 42 грамм болып тұр. Пілмай. Бұл енді примерно сонда жаңа 20% осы пілмай бар арасында. Да, кездеседі. Қалай дедіңіз? 35. Тірі да мыналар кәдімгі? Осымен қоректенеді екен. Мынандай тоғандар, осындай тоғандардың 8-і бар. 8-інде яғни есептеліп, бүткіл балықтың бәрі жоқ дегенде 2 миллион шабақ жіберіледі. Бұл қалай жіберіледі? Арнайы каналдар бар, анау отырған мына жерде. Міне шлюздар бар. Сол шлюздардың бәрін ашып жіберді. Ашып жіберген кезде мынаның бәрі ағып, балықтың бәрі жайыққа кететін болады.
21 грамм. 21 грамм. Міне мынау пруд тоған 2 гектар 85 метр. Бұл енді үлкен аумақ. Мұның ішіндегі бүткіл жаңағы бекіре тұқымдас шабақтардың бәрі қазір міне ашылады, шлюз ашылады да, сосын ары қарай мынау былай ағып жайыққа кететін болады. Міне кетті, міне балықтар кетті. Міне миллиондаған шабақ балықтары, бекіре тұқымдас шабақ балықтары мынау жаңағы тоғаннан мына былай ағады да, сосын ары қарай жайыққа ағып кететін болады. Ал өссін, өнсін, көбейсін. Ақжайығымыз тек қызыл балыққа толсын дейміз. Өздеріңіз көргенде, құрметті Атырау халқы, Атырау тұрғындары, бүгін Ақжайығымызға 2 миллион дана қызыл балықтың шабақтары жіберілді. Бұл енді өте жақсы керемет көрсеткіш. Егер осылай жыл сайын жібере беретін болсақ, әрине Ақжайығымыз баяғыдай балыққа толар еді. Сол себепті бұл жерде қазір мамандар, балық қорғау инспекциясының басшылары болды. Наукадан, ғылыми зерттеу орталығынан және Қазақ балықтың мүшесі мен Аслан Омар комиссия ретінде сайланып, бас аяғынан сол жерде болдым. Бүткіл балықтың бәрі жайыққа ағып кетті. Енді мына Осетровый заводтың басшыларына көп рахметімді айтқым келеді. Мамандарына бүткіл жұмыстары тек алға баса берсін. Осылай жоғалып кеткен балықтың қорын көбейтуге атсалысып жатқан үшін сіздерге мыңда бір рахмет.